Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі оңай жасалынатын пончик әзірлейтін боламыз. Менімен әрі қарай бірге болыңыздар. Жасалу жолы: жұмыртқаға қаймақты қосып миксермен жақсылап араластырып аламыз. Қаймақ 20%-дан жоғары болғаны дұрыс. Мендегі қаймақ 20%-дық. Осыны жақсы біріккенше миксерлеп жақсылап араластырып аламыз. Содан соң қант қосамыз. Және де әрі қарай миксерді тоқтатпай араластыра береміз. Сары майды алдын ала микроволновкада ерітіп алуымыз керек. Ендігіде сары майды қосып араластырамыз әрі қарай. Бізге 9%-дық уксус қажет болады. Сол уксусты осылай ас содасына салып жақсылап араластырып аламыз. Содамыз көпіреді осылай. Осылай жақсылап араластырып массамызға құйып жібереміз. Уксус 9%-дық болғаны дұрыс. 70%-дық керек емес. Міндетті түрде 9%-дық болсын. Осылай жақсылап араластырамыз. Тұз қосып жібереміз шым-шым. Және де ұнды бірден барлығын салып жібермей, осылай кезектетіп қасықпен салып отырғанымыз дұрыс. ұн біткенше осылай қасықпен ұнды салып араластырып отырамыз. Өте оңай дайындалады. Бұл пончик сіздердің балаларыңызға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Себебі өте дәмді. Және де дайындаған кезде бірден сіздерде жақсы ойдағыдай болып шығады. Міндетті түрде жасап көрулеріңізді сұраймын. Міне бізде осындай қатты қоюда емес, сұйықта емес, орташа масса шығады. Лопатканың көмегімен қолмен жақсылап араластырып алармыз. Міне осындай масса. Массамыз дайын болды. Міне осындай формада пісіретін боламыз. Мендегі форманың диаметрі 7. Осылай түбіне жақсылап май жағамыз. Майды қатты шылқытып көп жақпағандарыңыз дұрыс. Осылай жай бір қабаттан түбіне жағып шығамыз.
кез келген формада осындай пончикке арналған кез келген формада пісірсеңіздер болады. Диаметрі кішілерде болады, үлкендерде. Міне енді массамызды осындай мешочекке салып, ішіне выпипайдың насадкасын саламыз. Осы мешочекпен қазір формамызға массамызды құйып шығамыз. Міне қатты форманы толтырмаймыз. Осылай ақырындап, жақсылап құямыз. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз 170 градусқа. 170 градуста 25-30 минут пісіреміз. Әр қайсыңыз өздеріңіздің духовкаларыңызға қызуына қарай қарайсыздар. Қатты қызарып кетпесін, кеуіп кетпесін. Столға осылай ұрғыштап жібереміз. Бір келкі болып формаға жайғасу үшін осылай. Міне біздің пончиктар дайын болып шықты. Пісіп әдемі болып, көріп тұрғандарыңыздай формадан өте оңай алынады. Осылай. Енді осы пончиктарымызды әдемілеп сәндейтін боламыз. Мендегі молочный шоколад микроволновкада ерітіп аламыз. Кез келген шоколадтың түрін қолдансаңыздар болады. Горький шоколад қолдансаңыздар болады. Ақ шоколад қолдансаңыздар болады. Өздеріңіздің ұнаған шоколадтарыңызды жағып жасай беруге болады. Міне осылай әр пончикті осылай шоколадқа матырып шоколадты жағып шығамыз. Бұл пончиктарды өздеріңіздің фантазияларыңызға қалай қарай әзірлесеңіздер болады. Мен осылай посыпка септім. Кез келген посыпка жарай береді. Посыпка сеп берсеңіздер де өз еркілеріңіз. Міне шоколад пончикті холодильникке салып кішкене шоколадты қатырып алып, үстіне осылай кондурин жақтым. Кондуриннің кез келген түрін қолдана берсеңіздер болады. Егер де шоколад сразу былай бірден қатып қалсын десеңіздер, шоколадқа сәл сұйық май қосып жіберуге жарай береді. Сонда сіздердің шоколадтарыңыз бірден қатып қалады. Міне осылай әдемілеп жағып шықтым. Бұл пончиктер сіздердің балаларыңызға өте ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Оңай әрі тез дайындалады, көріп отырғандарыңыздай. Өте әдемі болып шығады. Туған туысқандарыңызға балаларыңызды қуанта беріңіздер осындай тәттілер жасап. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, осы видеоның астына лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, мен қуанып қалар едім. Әрі қарай менің жаңа видео рецептерімді
жиберип алмаш үчүн менин каналыма тиркелип коюуду унутпаңыздар. Міне биздин пончиктерибиз дайын болду. Осы пончикти міндетті түрде жасап, туған туысқандарыңызды, жақындарыңызды қуанта беріңіздер. Ал сіздерге сәттілік, келесі кездескенше.